Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгінгі күні ұлы ағартушы, ұстаз, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған Ұлы ұстаз ұлағаты атты кітап бейнешолуын назарларыңызға ұсынамыз. Біз бүгін Ыбырай Алтынсариннің өрісі кең, тағылымы мол шығармашылығын дәріптемекпіз. Ол жазған шығармалардың идеялық тақырыптық мазмұнын біз Ыбырайдың ұстаз, тәрбиеші ретінде алдына мақсат етіп қойған адамгершілік қасиеттерінен көреміз. Ақынның 1991 жылы Алматы Жалын баспасына жарық көрген «Өнер білім бар жұрттар» атты жинағы. Балалар әдебиеті арнасымен 2008 жылы Алматы раритет баспасына шыққан «Таза бұлақ» кітабы, 2014 жылы «Кел балалар оқуға тауымен» қайта өңделіп шыққан шығармалар жинақтарында Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері мен әңгімелері, очерктері, ауыз әдебиет үлгілері, хаттары жарияланған. Бұл жинақтардағы автордың тың ойлары мен мазмұнды әңгімелері оқырманға бүгінгі күні де баға жетпес пікірлерімен маңызды. Айта кететін бір жайт, дәстүрлі «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы оқырмандар арасында кеңінен танымал. Осы жобада Ыбырайдың «Өнер білім бар жұрттары» балалар әдебиетіндегі жыл кітаптары танылған туындылардың ішінде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған көрмелердегі кітаптың тізімдеріне кіреді. Және де 1948 жылы Алматыда шыққан «Кел балалар оқулық» кітапханамыздың қорында өте сирек кездесетін ескі басылымдағы кітаптың бірі. Адамгершілік тәрбиесін басты нысана ете отырып, ислам дінінің мән-мақсаттарымен таныстыратын кітап мұсылманшылықтың тұтқасы деп аталады. Бұл кітап 1884 жылы Қазан қаласында араб әрпімен жарық көрген нұсқасын негізге алып отырып, 1991 жылы Алматы қаламгер баспасынан қайта өңделіп шықты. Араб тілінен аударған Сандуғаш Әубәкірова. Әдебиеттанушы Әнуар Дербісәлінің Ыбырай Алтынсарин деген еңбегі 2005 жылы Арда баспасына жарық көрген. Еңбекте ғалым ұлы ағартушының өмірі мен шығармашылығын ұзақ жылдар зерттеп, ол өскен ортаны, қазақ мектептерін ашу, оқулықтар жазу, қазақ әліпбиін жасау жолындағы ағартушылық қызметін, балалар әдебиетінің негізін салудағы қазақ әңгімелерінің бастаушы ретіндегі жазушылық еңбегін тарихи, әдеби деректерге сүйеніп баяндаған. Алтынсариннің қазақ халқын өнер білімге үндеудегі тұлғасын ашатын бұл кітап мектеп оқушылары мен студенттерге арналған. Әсет Ламашевтың Ыбырай Алтынсарин және оның достары мен ізбасарлары деген еңбегі 1988 жылы Қазақстан баспасына жарық көрген. Бұл еңбек қазақтың ұлы педагогының өмірі мен педагогикалық жолын баяндаудан басталды. Оған жалғас қазақ педагогикасының атасы Ыбырай Алтынсаринмен пікірлес болған. Кезінде ақыл кеңес берген достары мен педагогикалық ой жүйесін ағарту саласындағы барша жұмысын насихаттаған, қолдаған, таратқан, орыс және де басқа ұлттардан шыққан ғалым педагогтар, қайраткерлер туралы деректі очерктер орын алған. Филология ғылымдарының кандидаты Мұхаммедқарым Жармұхамедовтың құрастырып дайындауымен жазушы баспасы арқылы басылып шыққан еңбектің бірі Ыбырай Алтынсарин тағылымы. Оқырман назарына ұсынылып отырған бұл дәстүрлі жинаққа ұлы ағартушы туралы ертелі кеш жазылған сын мақала зерттеулерінде Ыбырайды әр қырынан ашатын еңбектер де назарға алынған. Мәселен, Ғалым Сәтбаеваның Ыбырай мұраларының революцияға дейінгі баспада бағалануы, Бекемтас Мырзахметұлының Ыбырай және профессор Емеский, Жарықбаевтың Алтынсариннің психологиялық көзқарастары, Бурабаевтың Ыбырай Алтынсариннің өмірге көзқарасы туралы деректер деген арнайы жазылған еңбектерін осы орайда бөліп атауға болар еді. Ал Әсет Ламашевтың Ыбырай Алтынсаринге арнаған семинарінде Ыбырай Алтынсарин мұраларын зерттеу тарихынан деген арнайы тақырып беріліп отыр. Мұнда ұлы педагогтың мұраларын зерттеу, іздестіру, оның өмірі мен творчестволық өсу-өрлеу жолдарын белгілі кезеңдерге бөліп, әр жылға, тіпті әр айларға да жіктеп саралап берген. Және де 2013 жылғы Аңыз адам журналының номер 17 саны толықтай Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығына арналды. Көркем суретті журналдан педагогика және тарих ғылымдарының докторлары, профессорлары мен кандидаттарының Алтынсарин туралы жазған мақалалары, әдебиеттанушы ғалымдардың ой-пікірлерін оқи аласыздар. Бұл журналдан оқытушылар, студенттер мен мектеп оқушыларына қажетті көп мағлұматтар алуға болады. Ұлы ұстаздың ұлағатымен, артына қалдырған мол мұрасымен, еңбектерімен таныс болғыңыз келсе, кітапханамыздан көптеген кітаптарын алып оқып, рухани білімге бай болыңыздар. Құрметті оқырмандар, сонымен мен сіздермен болған бейнешолуымды аяқтаймын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.